шай ішеміз. Шайнектің шайы ішіңе жақпай жүр ме? Шайнекпен шай ішпейді. Биыл әкеміздің 75 жылдығы Өскемен қаласында бүгін шара өтейін деп жатыр. Сонымен қатар осы жыл бойы Катонқарағайда ғылыми практикалық конференция өтейін деп жатыр. Одан кейін Төр Алтай Қалиханы мен Дидахмет жырлайды деген шілде айында жаңағыдай үлкен фестиваль өтейін деп жатыр. Сонымен қатар әкеміздің Көкперінің кердеңі деген өмірінің соңғы уақытында жазған пьесасы бар. Сол пьесасы сол Алматы қаласында, Өскемен қаласында бұйырса сол сахналанады. Сонымен қатар Алматы қаласында осы қыркүйек қазан айларында да конференциялар өтеді. Сонымен бірге шығармашылық кештер ұйымдастырылады. Шығыс Қазақстан облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасында өткелі отырған бүгінгі шара мынау қазақтың көрнекті жазушысы Дидахмет Әшімханұлының 75 жылдығының қарсаңында өтіп жатқан шара. Бұл Қазақстанның әрбір түкпірінде өтіп жатыр. Бүгінгі күні Дидахметтің жалғыз ұлы, артындағы мұрагері, соның дүниесіне ие болып жүрген ұлы Дәулет Дидахметұлы келіп отыр. Соған байланысты мына кітапхана кездесу өткізіп жатыр. Тек қана Дидахметтің 75 жылдығы емес, сол Катонқарағайдан шыққан Қалихан Сқақовтың да 90 жылдығы. Дидахметке арналған конференция ол маусымның 13 күні Катонқарағайда болады. Ал шілде айының аяғы ма, тамыздың басы ма Катонқарағайда екі қазақтың көрнекті жазушысына арналған үлкен мерекелік шара өтеді. Бүгін міне сол бір шараның бір парасы осы кітапханада өткелі жатыр. Мына Дидахмет Әшімханұлының 75 жылдығына орай Дидарғайып Дидахмет деген іс-шара өткізіліп жатыр. Арнайы осы шараға Дидахмет атамыздың ұлы Дәулет Дидахметұлын шақырып қонақ қылып жатырмыз. Марқұм Дидахмет Әшімханұлының Сары самауыр атты әңгімесіне желісі бойынша жалпы енді іс-шара өрбіді. Шарада Дидахмет атамыздың сүйіп оқыған кітаптары, сүйіп тыңдаған өлеңдері барлығы айтылды, барлығы қамтыды. Шарада барлық осы келген қонақтармен Дидахмет атамыздың керемет осы шығармалары таныстырылып, жалпы іс-шара жоғарғы деңгейде өтті деуге болады, толық сеніммен айта аламыз. Келген кітапханаға келген қонақтардың барлығына алғысымыз шексіз.